Вареникиді дәл осылай манты қазанда пісіріп көргендер бар ма? Өз басым бірінші рет жасап көрдім. Алдымен етімізді суға салып, осылай қайнатып пісіріп аламыз. Одан кейін бізге суға піскен картошка қажет болады. Жақсылап езіп, дәмдеуіштерін қосамыз және де пиязды қуырып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте бізге кәдімгі мантыға, пельменге арналған секілді орташа тығыздықтағы қамыр қажет болады. Орташа қалыңдықта жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Дөңгелек формаларда кесіп, ортасына салмасын салып түйіп шығамыз. Манты қазанның листін майлап жайғастырамыз. Бетіне де сұйық май жағуды ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған суда шамамен 15 минут көлемінде пісіреміз. Өте дәмді болып шығады екен қыздар. Осы аралықта біздің етіміз де пісіп дайын тұр. Енді вареникидің үстіне сары май жағып, етімізді ұсақтап турап саламыз. Отбасыңызға осылай ұсына берсеңіздер болады. Өте тойымды тағамдардың бірі. Отбасыма әрине чемпион Кения шайымен ұсынамын. Өйткені құрамы таза, артық қоспаларсыз, өте дәмді шай. Міндетті түрде қыздар